Бүгін бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күніне орай ақпарат саласының үздіктері марапатталды. Салтанатты шарада өңірлік журналистиканың дамуына сүбелі үлес қосып жүрген қалам иелерінің еңбегі еленді. Олардың қатарында Тараз 24, Қордай 24 телеарналары мен Дала Медиа Инфо Казет ақпарат агенттігінің негізін қалаушысы да бар. Медиа менеджер ақпарат саласындағы көп жылдық жемісті еңбегі, кәсіби шеберлігі және өңірлік журналистиканы дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін еңбек даңқы медалымен марапатталды. Жаңашылдықтың көшбасшысы Тараз 24 телеарнасы кеңеюде. Тәулік бойы үздіксіз хабар тарататын ақпараттық арнаның қатарына енді тұңғыш аудандық телеарнада қосылды. Телевизия саласында алғашқылардың бірі болып жасанды интеллектін іске қосқан медиа холдингтің бұл жетістігі бүгін өткен дөңгелек үстел жиынында жоғары бағаланған. Тұмар ұлттық байқауының үздік төрттігіне еніп, Астана Медиа Week алаңында үздік кейс атанған арнаның бұл қадамы отандық медиа үшін үлкен серпіліс. Осынау толағай табыстардың басы қасында жүрген жоба негізін қалаушы, ақпарат саласының үздігі әрі ерен еңбегі үшін медалінің иегері Зарина Қуатова тұңғыш аудандық телеарнаның іске қосылғанын сүйіншілеп, аға буынға алғысын білдірді. Осыдан 2 ай бұрын Қордайда тұңғыш облыста аудандық телеарнаның тұсауы кесіліп, жұмысты бастап кеттік. Ресми ашылуын жасамасақ та, аз ғана мерзімде оқырман да, көрермен де саны көбейіп жатыр. Енді оның барлығы осы біздің алдыңғы буын ағаларымыздың бізге көрсеткен үлгісі. Бізде сіздерде үлкен ағалардан тәрбие алдық, ой түйдік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстан журналистер одағының облыстық филиалы мен салалық кәсіподақ ұйымдастырған іс-шарада аймақ медиасының бүгіні мен болашағы талқыланды. Басқосу аясында бір топ бақ өкілдері марапатталды. Сондай-ақ жиын барысында облыстық ақпарат және қоғамдық даму басқармасының бөлім басшысы Бекнұр Сатыбалды, Әулие-Ата медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Данияр Асқарұлы және белгілі зиялы қауым өкілдері жаңашыл арнаның қадамына сәттілік тілеп, жылы лебіздерін білдірді. Аға буын мен жас буынды тоғыстырған жиын ақын Нұрбақыт Тұтқышбектің Тараз 24 телеарнасының 5 жылдығына арнаған арнауымен түйінделді. Ердәулет Мұса, Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.